Өздеріңіз білетіндей, биыл Қарасай ауданының құрылғанына 90 жыл толып отыр. Мерейтойдың құрметіне орай, өңірімізде жыл басынан бастап көптеген жүйелі жұмыстар атқарылып келеді. Соның ішінде көптің көңілін өзіне аудартқан нысандардың бірі аудандық мәдениет үйінің алды. Мекеме алаңына күрделі жөндеу абаттандыру жұмысы сәуір айынан басталған болса, қазіргі уақытта оның құрылысы толық аяқталды. Бұрынғы бейнесінен көрікті көрініске айналған алаң енді жастар саябағы деп аталатын болады. Ал аудандық тұрғын үй коммуналдық шаруашылық бөлімінің басшысы Ербол Нағашыбаев қазіргі уақытта нысанның жаңғыртылу жұмыстары жоспар бойынша іске асқанын айтады. Облыстық бюджеттен бөлінген 126 миллион 350 мың теңгеге механизация строительства жауапкершілігі шектеулі серіктестік мердігер мекемесі 6000 шаршы метр құрайтын Қаскелең қаласындағы мәдениет үйінің алаңын абаттандыру жұмыстары жүргізілді. Бүгінгі таңда ашық алаңда лайықты күрделі жұмыс жүргізіліп қана қоймай, аудан әкімі Жандарбек Далабаевтың ұсынысымен саябаққа Қорқыт Атаның ескерткіші, Махаббат монументі және балаларға арналған ойын алаңы да орнатылған. Келешекте аудан көлемінде өтетін барлық мерекелік шаралар осы жастар саябағында өткізілетін болады. Сондай-ақ тұрғындар мен аудан қонақтары алаң айналасындағы орындықтарда тынығып, арнайы құрылған сахнада өнерпаздардың өнерін тамашалай алады. Сюжетті дайындағандар Дидар Мұхамадиев және Асқат Рысбеков.